Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы денені шынықтырудың пайдасы. Бүгінгі сабақта мәтінді тыңдап, кластер толтырасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Шешім, қатысу, жаттықтырушы. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Оқушылар, Тілеуханның сөзіне назар аударайық. Балалар, бүгін мен өте маңызды шешім қабылдадым. Бүгіннен бастап жаттығу залына барамын. Кім маған қосылады? Кәне, менімен бірге жаттығуды бастайық. Бірінші тапсырма. Жаттығу қимылдарын өлеңнің ырғағымен жаса. Жалқаулықты тастаймыз. Шынығамыз жастайбыз. Ырғағы мен әуеннің жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3. Бойға жинап күш. Оңға солға бұрылып, бастапқы қалыпқа түс. Екінші тапсырма. Сұрақ бойынша көршіңмен сұхбат жүргіз. Сұрақтарға назар аударайық. Сен спортпен шұғылданасың ба? Қандай спорт түрін ұнатасың? Таңертең жаттығу жасайсың ба? Спорт үйірмесіне барасың ба? Спорттың пайдасы қандай? Оқушылар, сөйлесейік. Сұрақ бойынша көршіңмен сұхбатты қалай жүргіздің? Бірге тексерейік. Сен спортпен шұғылданасың ба? Әрине, мен спортпен шұғылданамын. Қандай спорт түрін ұнатасың? Маған волейбол, баскетбол, футбол, шахмат ойындары ұнайды. Таңертең жаттығу жасайсың ба? Иә, таңертең үнемі жаттығу жасаймын. Спорт үйірмесіне барасың ба? Иә, спорт үйірмесіне жиі барамын. Спорттың пайдасы қандай? Спорт денені шынықтырады, салауатты өмір салтын қалыптастырады, денсаулықты нығайтады. Оқушылар, сендердің де сұхбаттарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Сөздердің мағынасын сөздіктен тауып оқы. Оқушылар, ізденейік. Сөздердің мағынасын сөздіктен қалай тауып оқыдыңдар? Бірге тексерейік. Шешім бір нәрсенің түйіні. Байлам, тоқтам, қорытынды. Қатысу процесті өз көзімен көру, ішінде болу. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Сөз тіркесін құра. Сөз тіркесін қатыстырып, сөйлем құра. Үлгіге назар аударайық. Шешім қабылдау. Жарысқа қатысу. Мен бүгін шешім қабылдадым. Біздер жарысқа қатыстық. Оқушылар, іске сәт. Шешім, қатысу сөздерімен тапсырманы қалай орындадыңдар? Бірге тексерейік. Шешімін таппау, сайлауға қатысу. Марат көптеген сауалдардың шешімін таппады. Мен бүгін сайлауға қатыстым. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Бесінші тапсырма. Суретке қара. Әңгіме құра. Оқушылар, ойланайық. Суретке қарап, қандай әңгіме құрадыңдар? Өз әңгімелеріңді біз ұсынған әңгіме үлгісімен салыстырып көріңдер.
Бүгін мен ерте тұрып спорт залға келдім. Спорт залда денемді шынықтырдым, жаттығу жасадым. Спорт залда аталарымды кездестірдім. Олар да спортпен шұғылданды. Қимылдары ширақ, денелері мығым. Спорт денсаулық кепілі. Оқушылар, сендердің де құраған әңгімелерің сәтті шықты деген ойдамын. 6-шы тапсырма. Әңгімені тыңда. Сұрақтарға жауап бер. Сұңғат бүгін жүгіруден жарысқа қатысады. Сол себепті ол ерте тұрып, спорт залға келді. Ол ішке кіріп, таң қалды. Үлкен атасы мен кіші атасы да осында келіпті. Таң қалған Сұңғатқа үлкен атасы: «Балам, неге таң қаласың? Біз бүгін сенің жаттықтырушың әрі жан күйерің боламыз», деді. Тыңдаған әңгіме бойынша сұрақтарға қалай жауап бердіңдер? Жауабын бірге тексерейік. Сұңғат неліктен ерте тұрды? Өйткені Сұңғат бүгін жүгіруден жарысқа қатысады. Сұңғат ертемен қайда келді? Сұңғат ерте тұрып спорт залға келді. Спорт залда ол кімдерді кездестірді? Сұңғат спорт залда үлкен атасы мен кіші атасын кездестірді. Сұңғаттың аталары қандай шешім қабылдапты? Аталары Сұңғаттың жаттықтырушысы әрі жанкүйері болуға шешім қабылдады. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. 7-ші тапсырма. Есепті шығар. Сұңғаттың үлкен атасы 95 жаста. Ал Сұңғаттың кіші атасы үлкен атасынан 20 жас кіші. Ал Сұңғаттың өз әкесі үлкен атадан 65 жасқа кіші. Сұңғаттың кіші атасы мен әкесі неше жаста? Оқушылар, ойланайық. Есептің жауабын бірге тексерейік. Сұңғаттың кіші атасы 75 жаста, әкесі 30 жаста. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Оқушылар, сендер білесіңдер ме? Дене шынықтыру адамның өмір жасын ұзартады, адамның бойына күш береді. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Мәтінді тыңдап, кластер толтырдың. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма 78-ші беттегі 8-ші тапсырма. Дәптеріңе берілген кластерді толтыр. Мазмұнын айтып бер. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.